Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қалдарыңыз қалай? Көңіл-күй қалай? Ал енді бүгінгі тақырып ағылшын тілінен мастер-класс. Бұл мастер-класс ерекше болады деп ойлаймын, және сіздерге қызығушылығыңызды арттырып, мотивация беретін, сонымен қатар өзіңізге пайдалы ағылшын тіліне қатысты үйренуге қатысты пайдалы мағлұматтар алатыныңызға сенімдімін. Ендеше бастайық. Бұл мастер-класстың мақсаты сіздерді ағылшын тілінің маңыздылығымен, қалай үйрену керектігімен, қандай жолдары бар, және ары қарай не істеуге болады деген сұрақтарға жауап іздейтін мастер-класс. Бұл мастер-класстың жоспарына келетін болсақ, алдымен өзімді қысқаша таныстырып өтемін, одан кейін жалпы ағылшын тілге қатысты, тілдің маңыздылығы, өміріміздегі рөлі, жалпы қалай неге тіл үйренеміз, сондай қызық сұрақтарға жауап іздедім. Екінші, бұл мастер-класстың негізгі бөлігі болып саналатын, бұл ағылшын тілін қалай үйрену керектігі, қайткенде тез үйреніп, қанша уақытта және қандай әдістермен, өзімнің тәжірибеден алынған мағлұматтармен бөлісе отырды жөн көрдім. Және де сіздерге мысал ретінде сабақ өткіземін. Және де пайдалы материалдармен бөлісемін. Және келесі мастер-класстан кейін не істеуге болатыны туралы да ақпараттар беремін. Барынша тыңдап, тамашалап отырыңыздар. Бастамас бұрын көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты деп Міржақып Дулатов бекер айтпаған. Яғни әрбір қазаққа, әрбір жастарға тек қана бір тілмен шектелмей, көзіңді ашып, жан-жағына қарап, әсіресе ағылшын тілін оқып, қараңғыдан шығып, білім алып дегендей мағынаға саяды. Ал кеттік. Мен кіммін? Who am I? Мен Жаңаөзен қаласында туылған Арылбек Алтажанов 1996 жылы, және де гимназияда оқыдым, Жаңаөзен мектеп гимназиясында оқыдым. Кейін 8-ші сыныптан кейін РФМШ-ға ауыстым, Алматыдағы. Физматта, яғни РФМШ-да оқып жүріп, 3 аптадай Лондонға барып, тілімді ары қарай дамыттым, ағылшын тілін. Кейін мектеп бітірген соң, яғни 2013-те Америкадағы осындай Red Rocks Community College деген колледжге түстім. Ол жақта 1 жылдай ағылшын оқыдым, кейін сабақтар алдым. Өте жақсы болды, шетелдегі адамдармен таныстым. Менің осы ағылшын тілін үйренуге үлкен үлес қосқан ордалардың бірі осы Red Rocks Community College. Кейін бұл колледжден бұл колледжде жұмыста жасадым, адамдармен таныстым, ағылшын жақсарды. Кейін университетке ауыстым. Университетке ауысу қиын болған жоқ, себебі бұл колледж бен университеттің арасында контракт бар. Яғни 2 жыл колледжде, 2 жыл университетте, сонда сенде бакалавр алып шығасың. Мен 6 жылдай болған себебім, 1 жылым ағылшынға кетті, және 1 жылдай жұмыс жасадым. Сонда барлығы 6 жылдай болды. Бұл айтып жатқан себебім сіздерге толығырақ ақпарат болсын, яғни бәрі түсінікті болсын деген мақсатта айтылып жатыр. Тіл үйрену мақсатында, мысалы, мен тіл үйреніп жүргенде, яғни университетте жүргенде, осындай волонтерлық шаралармен айналыстым, Қазақстан студенттер ассоциациясын құрдым. Біз өзімізді өзге ұлттарға таныстырып, осындай шараларға қатыстық, тамақтарымызды көрсеттік, салт-дәстүрімізді көрсеттік дегендей. Өте пайдалы шаралар. Өзіңді тануға, өзгені тануға, ол туралы алдағы слайдтарда айтатын боламын. Қазір Назарбаев университетінде оқып жатырмын. Магистратурада 2-ші жылым басталады бұйырса. Алғашқы мамандығым мұнай-газ саласы, қазіргі мамандығым тау-кен ісі. Сұрақтарыңыз болса қоярсыздар сабақтың соңында. Жақсы, енді
бұл мастер-класстың негізгі сұрағы мен неге ағылшынша үйренуім керек деген сұраққа жауап іздеп көрейік. Сіз естіген боларсыз, әрбір амал ниетке байланысты деп. Осы ниет деген өте жұқа, өте сондай маңызды нәрсе. Бұған жай қарауға болмайды, себебі бұл ниет амалдан да күшті, және осы ниетімізге байланысты біздің қаншалықты биікке көтерілетініміз, қаншалықты бізге пайдалы болатын осы ниетке байланысты. Сондықтан ниетті қалыптастыру мақсатында осы ағылшын тілін маңыздылығын, мәнін сондай қарапайым болса да соны үйренуге, өзіміздің санамызға сіңіруге тырысайық. Алдымен қарайық, осы әлемде қанша мыңдаған тілдер бар. Бір қызығы, әлемде осынша 6500-дей тіл бар. Соның ең алғашқысы, яғни ең көп қолданыстағы бұл ағылшын тілі. Бір қызығы, сізге қызықты ақпарат болсын, осы тілдің ең аз адам сөйлейтін тіл бұл, қателеспесем, қандай тіл еді? Бусу деген тіл екен. Бұнда 8 адам сөйлейді екен бұл тілде. Бұл сізге қазір ағылшын тілінің мына жерде айтам. Ағылшын тілінде 1 миллиардтан астам, яғни 1 миллиард 132 миллион адам сөйлейді. Ойлаңызшы, енді қазақтың тілімен 22 миллион Қазақстанда адам бар. 22 миллионмен салыстырып көріңіз өзіңіз. Ақпаратты, технологияны, барлығын. Енді бос орынға қандай сөз болады? The top 12 most spoken in the world. Spoken languages. Дұрыс. Ағылшын тілі туралы да кішкене айтып кетейін. Ағылшын тілі өзі көбінесе сөздердің арасында немістердің тілдері кездесуі мүмкін. Себебі ол түбірі неміс және индо-еуропалық тілі болып саналады екен. Және бір қызығы, ағылшын тілінде goodbye деген сөздің негізгі түбірі God be with you-ден шыққан екен, яғни Құдай сенімен бірге болсын деген. Және ағылшын тілі ұшқыштардың официальный тілі болып саналады екен. Енді мына картаға қараңызшы, мына картада сондай әлемдегі алпауыт мемлекеттерді сипаттаған, олардың тілдерін бояп қойған екен. Қараңызшы, тілді үйренудің қаншалықты маңызды, яғни бір тіл, бір есік сияқты, бір есіктің ішінде қанша мыңдаған ақпараттар бар. Ағылшын тілі сол үлкен есіктердің бірі. Бұл есікті ашу арқылы біз қараңыз, Америка, Австралия, тіпті Индияның кейбір жерлерінде, Африканың кейбір жерлерінде ағылшынша сөйлейді. Енді ағылшын тіл мәселесіне басқаша қырдан қарап көрейік. Бұл қазақтың танымал тұлғалары. Бұларды танымал қылған бір нәрсе, бұлардың тілге деген, өзге ұлтқа деген, өзге ұлттың құндылықтарына деген құлшынысынан байқауға болады. Мысалы, Абай Құнанбаев қазақ, орыс, араб, парсы, шағатай тілдерінде сөйлеген. Және де Әл-Фараби, мысалы, Шәкәрім Құдайбердіұлы да бірталай тілде сөйлеген. Ол елді аралаған, жерді аралаған, көрген, солай санасын өзінің арттырған. Әл-Фараби атамыз көптеген тілдерде сөйлеген, 70-ке жоқ тіл білген. Және бұларды зерттей келе бір байқағаным, бұлар тілді өздігінен үйренген екен. Яғни біздің қазіргі таңда бір нәрсеге тәуелді болуымыз, тіл үйрену мақсатында мұғалім ізденуіміз, марафонға қатысуымыз, бұл аса қатты қажеттілік туындырмайды. Себебі негізгі үйренетін ресурс бұл өзіміз. Яғни өзіңе сен өзіңді алып шығар, қайратың мен ақылың екі жақтап дейді. Әрине өзгелердің сыртқы ресурстар керек, бірақ уақыттың көп бөлігін өзіңе арнау керек. Яғни өзіңмен болған уақытта, яғни ағылшын тілін үйренем деген уақыттың 90%-ын өзің оқы. Қалған 10%-ын мұғалімдермен өткіз, сырттан материалдар жина, сарапта, керегін өзің, бірақ өзің алға қарай дамымасаң, өзің санаңа сіңіріп, өзің қозғалмасаң, бұл тілді үйрену мүмкін емес. Енді бұл ағылшын тілінің маған көмектескен, осы мастер-кластар жасау барысында көмектескен бір мысал келтірейін. Мысалға, мен осы ағылшын тілін, жалпы тілді неге үйрену керек деген түпкі тамырын зерттегім келді. Соны Құраннан таптым. Яғни Құранда Алла тағала бізді ұлттарға, руларға бөліп жаратылғаны ескертілген.
Және бұл аятты табу, бұл ескертудің Құранда қай жерде орналасқан табу үшін мен Google-ға жаздым. Алла біздерді ұлттарға бөліп жаратты деп мен Құраннан іздеуге тырыстым. Бірақ маған Google-ың шығарғаны қазақ тілінен мысалға осылай таба алмадым. Аяттың номерін әлі тапқан жоқ. Кейін бұны ағылшыншаға жазып көрдім. Енді қараңызшы, тез таптым. Ағылшынша 49-13 деп тұрды. Және 49-шы сүре 13-ші аят. Және де бір мән беретін нәрсе, бұл Google-дан шыққан, бұл 30, мысалы қазақ тілінен шыққан результат бұл 35.300.000 ақ. Ал ағылшын тілінен шыққан 21 миллион. Енді өзіңіз салыстыра беріңіз. Және де уақыттарына мән беріңіз. Мынау ағылшын тілі 0,4 секундта, қазақ тілі 0,58 секунд. Жиілігіне деген мән берсеңіз, ағылшын тілінің қандай күшті, қандай тез, соны қандай қолданысты екенін сезуге болады. Яғни жаңа Хужурат сүресі, яғни 49-шы сүреде Алла Тағала бізге былай баяндайды екен. Ей адам баласы, шүбәсіз сендерді бір ер, бір әйелден, және яғни адам мен Хауанадан жараттық. Сондай-ақ бір-біріңді тануларың үшін сендерді ұлттар, рулар қылдық. Шынында Алланың қасында ең ардақтыларың, тақуаларың, шексіз Алла толық білуші, әр нәрседен хабар алушы. Яғни бізді осындай қазақ, өзбек, ағылшын, татар, сондай ұлтты жаратқандағы мақсат бір-бірімізді тану, содан кейін өзімізді тану екен. Яғни біз, Абай атамыз айтады ғой, өзге ұлтты, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді. Яғни бұны өзге ұлттың бәрін біл, өз ұлтыңды құрметте дегеннен солай келтір. Мысалға мен Америкада жүріп, олардың ұлттарын, түрлі ұлттарды білу арқылы, оларға өзімді таныстыру арқылы менің өз тіліме, өз ұлтыма деген құрметім артты, қадірін бағалап, сондай бір өзімді танып, Аллаға шүкір деймін соған. Сондықтан сіздерде тілді үйрену барысында шаршамаңыздар, жалықпаңыздар. Мен де өзім де әлі тілдер үйренуге мақсатым бар. Кеттік. Яғни тану үшін екен. Адамдармен сөйлесіп, ойыңды жеткізу үшін, түрлі ұлттардың арасында өзіңді сипаттау үшін. Яғни нені тану үшін? Мысалға біз қазақтың осындай құндылықтарын, біз қазақ болып, қазақтың арасында бұл бағаланбайды егер сыртқа шығып, бұлар өзіміз сырттан қараған басқаша болып есептеледі. Ағылшын тілі бұл әлемдік тіл, ақпарат тілі. Яғни біз ағылшын тілдегі үйрену мақсатымыз бұл тілдің астарында жатқан ақпаратты, керекті пайдалы қазбаларды, әдебиет, технология барлығын алу. Яғни қараңызшы, саяхатқа келсек те, мына картада боялғандай Америка, Австралия, Канадада ағылшынша сөйленеді. Және де мысалы Африканың кейбір жерінде, Индияда ағылшынша сөйленеді. Яғни сіз ағылшынша білу арқылы әлемнің біршама түкпірлеріне барып, өзіңізге керекті сұрай аласыз. Сондықтан ағылшын бұл қазіргі заманда ауадай қажет. Сонымен біз мына жерде айта кететін нәрсем, сіз енді ағылшын тілінің маңызын, керектігін түсініңіз деп ойлаймын. Енді қазір шешім қабылдаңыз. Бүгін ағылшын тілді үйренуді бастаймын деп. Яғни более шынайы, салмақты түрде ағылшын тілін үйренуге шешім қабылдаңыз. Қабылдадыңыз ба? Жақсы, кеттік. Енді осы тілді үйрену барысында ескере кететін осындай қадамдар, бұны өзіңізге алсаңыздар да болады, бұл жай пайдасы болар деген үмітпен жазып кеттім. Яғни бірінші, тіл үйренуде тыңдаған дұрыс. Яғни сіз тыңдау арқылы қызығасыз. Сіз өзге нәрселерді тыңдау арқылы қызығасың. Сол қызығушылықты жоя алмай, соны өзіңіз ары қарай дамыту мақсатында өзіңіз іздену керексіз. Яғни мысалы біреуден бір жақсы әңгіме тыңдасаңыз да, соның рас өтірігін, қай жерден келген, не туралы кім айтқан іздену арқылы сіз оның пайдасына, өзіңізге керегін аласыз. Яғни пайдасына көз жеткізу арқылы сіз оған сенім ұялатасыз, яғни сенесіз. Сенім пайда болған кезде сіз нақты шешімдер қабылдайсыз. Яғни білім ордасына ақша құясыз. Яғни сол жерден білім алуға сіз сендіңіз, яғни сіз
ары қарай жалғастырасыз білім алуды. Содан кейін барып алған біліміңізді қайталау арқылы сіз практикаға айналдырасыз. Яғни қайталау білім анасы. Ары қарай тағы да бір айта кететін нәрсе орта қалыптастыру. Яғни сізге жалғыз өзіңізге ауыр тиеді. Сондықтан өзіңізбен мақсаты бір, өзіңізден мықтырақ, сондай орта қалыптастыру өте маңызды және өте тиімді жол. Ал мынаны айтып кеттім. Енді келесісі бұл үйрену жолдары. Яғни адамға ақпараттың келу жолдары бар. Оқу арқылы, тыңдау, жазу, сөйлесу арқылы. Бұның бәрі маңызды. Алдыңызға мақсат қойыңыз. Әрқайсына 10 минуттан арнаңыз. Иншалла, айдың соңында, егер күнде 40 минут арнап тұрсаңыз, бір айдың соңында сөйлеп бастап кетесіз. Оқу туралы айтып кетейін. Оқуда дауыста оқу керек. Себебі дауыста оқығанда адам сөздерге, яғни сөздің ара жігіне мән береді. Және тіліңіз сынып, тіліңіз үйренеді. Произношение, яғни және дұрыс сөйлеп бастайсыз. Нақты түсінікті. Және ары қарай кете берсек, түсінген сөздеріңізді ойланасыз. Және өзіңізді сенім ұялатасыз. Және оқыған нәрсеңізді тыңдау. Мысалға, бір жаттығу жасап көрейік. Мыналарды оқыңыз. Сізге бір 30 секундта берейін, оқып шығыңыз. Оқып болсаңыз, мен де бір қайталап өтейін. Max is a little boy. He likes candy. When his parents come home, he hides all the candies. Tom is big man. He goes to work early in the morning. Sarah is very nice girl. She likes painting. Сіз тоқтамаңыз. Күнде осылай ең болмағанда 5 минуттан оқып тұрыңыз. Кейін ары қарай оны бұлай түсінбеген сөздеріңді осылай түртіп жазып алыңыз. Оны ары қарай дамыту үшін жазған сөздердің аудармасымен жазыңыз. Көп сөздер жазғаныңыз өзіңізге жақсы әрине, бірақ жаттап жүріңіз. Практикада қолданыңыз. Сөйлемдер құрасаңыз, мысалға parents, ата-ана. I love my parents. Яғни мен ата-анамды сүйемін. Осы сияқты сөйлемдерді құраудан жалықпаңыз. Бұның келешекте берер пайдасы, яғни егер тоқтамасаңыз, бұның сіздің тіл үйренудегі жетістігіңіз өте қарқынды дамиды. Тыңдау барысында аудио кітаптар бар. Мысалы, осы программада Audible, Amazon компаниясының программасында аудио кітаптарды жүктеп алып, оның текстовый версиясында қарап, өзіңіздің тіліңізді, тыңдауыңызды бірге дамытыңыз. Яғни тыңдау мен оқу бұл әрине маңызды, бірақ сіз оны сыртқа шығарып, практика жүзінде қолданып, көзіңізбен көріп, қолыңызбен ұстамасаңыз, бұның срок годности аз бұл. Срок өтіп кетуі мүмкін. Сондықтан сіз барынша қолданып алыңыз. Бір сөз болса да қолданыңыз. Please болса да please деп айтыңыз. Thank you болса thank you деп қысылмай, сондай тіл үйренуде ұялмаңыз. Ақпараттар және де бір сөйлеуге арналған программа Body Talk деп аталады. Бұл жерде сіз әлемнің түкпір-түкпірінен адамдармен сөйлесесіз. Және Zoom деген программа бар. Біз осы программа туралы да айтып кетемін. Бұйырса. Жазу бұл сіздің ағылшын, егер жақсы жазып білсеңіз, сіздің ағылшынның жақсы жоғары деңгейде деп айта аламын. Өзіңіздің қазақша болсын ойларыңызды американдық адамға жеткізіп жатырмын деп ойлаңыз. Көп жазыңыз, жалықпаңыз. Сөздік қорларыңызды барынша қолданған сайын сонша жақсы. Сөз жаттау, яғни сөз жаттауға арнайы уақыт бөліңіз. Дәптер арнаңыз. Күнде 5, келесі күні 6, 7 деп арттырыңыз. Сөз артқан сайын оны қолданысқа енгізіңіз. Және де бұл бір қызығы, адамның миы сөз жаттау барысында қысқа мерзімде және ұзақ мерзімде бөлінеді екен. Яғни сіздің қысқа мерзімде жаттаған кезде бұл
сіз оны қайталау арқылы сіз ұзақ мерзімге ауыстырасыз. Яғни бір күннен кейін, бір аптадан кейін, бір айдан кейін қайталап отырыңыз. Сонымен қатар бұл жерде ойындар бар. Яғни ағылшын тілін бұл тек үйрену деп қабылдамаңыз. Ағылшын тілі бұл тіл бұл сіздің өміріңіздің бір бөлігіне айналу керек. Сіз өмір бойы ағылшын тілімен бірге, ағылшынмен тілімен дос болыңыз. Күліңіз, ойнаңыз, жылаңыз, сұраңыз, қысылмаңыз. Ағылшын тілі неғұрлым ашылған, сіз ағылшын тілі неғұрлым ашылған сайын, сіз де ағылшын тілі сізге де соғұрлым ашылмақ. Енді қалай үйрену барысын кішкене айтып өттім. Енді сабақты мысал сабағын бастайық. Бұл сабақта біз кішкене грамматика туралы, сөйлем құрау туралы сөздіктер кішкене айтатын боламыз. Қатты бұл сабақ сізге ауыр болып жатса, қатты мән бермеңіз, бірақ пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сөйлемдер. Біз білетіндей сөйлемдердің осындай түрлері бар, төртке бөлейік. Мысалға, хабарлау сөйлем, яғни бір нәрсенің болғанын хабарлайды. Мысалы, he stopped дейді, ол тоқтады. Did he stop дейді, сұраулы сөйлем. Яғни сұрап жатыр, я. Stop дейді, бұйрық райдағы сөйлем. How he stopped дейді. Әртүрлі сөйлемдерді барына көз жүгіртеміз. Келесіде толығырақ сөйлемдердің, яғни құрайтын сөздер. Ол сөздердің түрлері бар. Соған байланысты сөйлемдерді құрайтын сөз құрамдарымен танысып отырайық. Сіз қазақ тілінде өткен боларсыз. Сөйлемде анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш деген тұрлаусыз мүшелері болады. Бұлар баяндауыш пен бастауыштан бөлек. Ағылшын тілінде де дәл солай. Грамматика, барлық жерде грамматика. Сондықтан, егер сіз қазақ тілін жақсы оқыған болсаңыз, ағылшын тілінің грамматикасын үйрену қиын емес. Сіздің мән беретін нәрсеңіз, бұл басында айтып кеттім, не үшін үйреніп жатқаныңызды білесіз. Сондықтан бұндай заттарға грамматика көп уақыт жоғалтып, басыңызды ауыртып, қатты қиналмаңыз. Бірақ мен қысқаша айтып шығам. Сөйлемде сөйлемнің жалпы мысалы екі түрі болады. Тұрлаулы және тұрлаусыз дедік. Тұрлаулыда етістікпен, бастауыш пен баяндауыштан тұрады. Яғни he stopped бұл сөйлемнің бір түрі. Тұрлаусыз сөйлемнің өзі үшке бөлінеді. Яғни анықтауышы бар, пысықтауышы бар, толықтауышы бар. Күрделі сөйлемдер дегенде бар. Яғни және де тағы бір сөйлем, айтам, мына жерде мынаған мән беріңіз. Мына жерде біріншісі бесеу бар екен, 5 түрі. Біреу ең біріншісі subject verb дейді, яғни бастауыш пен баяндауыштан тұрады. Subject verb object дейді. Object деген қазақша айтқанда толықтауыш, яғни кімді, нені деген сұраққа жауап береді. Subject verb adverb, яғни пысықтауыш, adverb деген пысықтауыш, яғни қалай деген сұраққа жауап береді. Және adjective қандай деген сұраққа жауап береді. Бұл қазақ тілінде анықтауыш. Ары қарай тағы да соңғысы бұл зат есім, яғни subject verb noun. Яғни мысал ретінде the boy is a student берілген. Бұл да сөйлемнің бір түрі. Бұны алда слайдта айтатын боламын. Енді мына слайдқа мән беріңіз. Бұл слайдта тоқтатып қойып сөйлемнің түрін анықтасаңыз болады. Яғни біріншісі subject пен verb, екіншісі subject verb adjective, яғни анықтауыш. Subject verb object, яғни to school, қайда, object бола ма? To school. Fast to school. Fast деген анықтауыш, to school қайда? Нені қайда? Пысықтауыш. He did not run, енді болымсыз сөйлем. He will run tomorrow, ол ертең жүгіреді. Tomorrow қашан, яғни бұл пысықтауыш. Did he run, сұраулы сөйлем. Осылай сөйлемді барынша аудармай тұрып, сөйлемнің осындай бөлшектеп алыңыз. Қайсысы пысықтауыш, қайсысы мүмкін, қайсысы предлог деген сияқты. Қазақ тілінде қандай грамматикалар өттіңіз, соны ағылшын тіліне енгізуге тырысыңыз.
мына жердегі терминдерді қолданып. Сұрақтарыңыз болса қойыңыз. Енді сөздер өтіп кетейік. Және сөз жаттаудың бір мына жерде жазып қойдым. Arrange, orange, strange, garage, village, tonnage деген. Бұл ұқсастықты байқап отырған боласыз. Барлығында G мен бітеді. G аудармасын жазып қойдым. Бұл жаттау ыңғайлы болсын деп жазып қойдым. Енді осы сөйлемдерден біз сөздерден сөйлем құрайтын боламыз. Және тұрлаулы сөйлемдер, яғни he arranges, ол реттестіреді. She, яғни қызға айтылған, ол реттестіреді. I arrange, мен реттестіремін. Енді тұрлаусыз сөйлемдер қарап көрейік. I live in the village. Мен ауылда тұрамын. Яғни қайда деген сұрақ, қосымша сұрақ болды. Яғни тұрлаусыз сөйлемдер осылай түрлене береді. Әзірге осыған мән беріңіз. Жалпы бітті сабақ. Осымен мысал сабақ толығырақ алдағы уақытта толығырақ түсіндіретін боламын. Алла бұйырса. Енді тағы да ескерте кетейін. Ағылшын үйрену барысында сіз үш жол ұстану мүмкінсіз. Біреуге тәуелді болу мүмкінсіз, 100% тәуелді болу мүмкінсіз, 100% тәуелсіз болу мүмкінсіз. Яғни өзім оқимын, керек емес деп. Бірақ сіз орта жол ұстаныңыз. 90% өзіңізге келсеңіз, 10% ұстазға немесе сырттағы материалдарға сеніңіз. Сондықтан сонда сіз ұтылмайсыз. Енді қазіргі марафондар туралы кішкене айтып кетейін. Қазіргі марафондар, егер сіз ағылшын білмесеңіз, андай марафондарға 7 күнде үйренемін қатыссаңыз, бұл қателесесіз. Себебі біріншіден 7 күнде ешкім ағылшын тілін үйренбейді. Ағылшын тілі ол жай нәрсе емес. Ағылшын Google-дан жазып көрдім. How long it takes to learn English? Бұл бастауыш үйренушілерге 1 жылдай уақыт кетеді екен. Күнде 5 сағат оқығанда. Енді 1 аптада үйреніп аламын, 1 айда үйреніп аламын деген бұл фантастика болып кетеді. Сондықтан асықпаңыз, ақырын жүріп, анықпас, еңбегін кетпес талаға дейді. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Енді мен де жалықпай үйретемін, иншалла. Ал ағылшын тілінің бір қызығы жері осындай интернеттен осындай сабақтарды, Инстаграмда болып отыр ғой, жаңа сабақ үйретемін, Инстаграм үйретемін деп бәрі ағылшын тілінде бәрін жазып тастаған. Онда бізде Америка, біз білетін боларсыз, Америка дамып кеткен. Мұндай ақпараттар ағылшын тілінде тегін ақпараттар бар. Егер ағылшын тілін жақсы білсеңіз, проблема бір ағылшын тілінде емес, үйренуде емес, проблема ағылшын тілін үйренгеннен кейін басталады. Не істеймін, қалай істеймін, қашан істеймін деген сұрақтар, бұл білім инемен құдық қазғандай деп бекер айтпаған шығар. Енді ағылшын тілі үлкен тіл. Ал енді соңына келіп қалдық. Бұл мастер-класстың айттым ғой, сый пат. Мен бұйырса speaking club ашылады, материалдармен бөлсем, барлығы сіздер үшін, от души. Сұрақтарыңыз болса қойыңыз. Ойындар, кездесулер ұйымдастырамын. Және менің Instagram парақшам English Series дейді. Бұл жерде жаңалықтармен және студенттерге, оқушыларға, жалпы адамдарға пайдалы ақпараттармен бөлсем. Бұйырса тікелей эфирлер, яғни белгілі бір ағылшын тақырыбында тікелей эфирлер ұйымдастырып тұрамын. Челлендждер, яғни ағылшын тілдеріңізді ұлғайту, арттыру мақсатында челлендждер жасаймын. Ағылшын тіліне қатысты тесттер мен ойындар жасап отырамын. Міне English Series жазылып қойдыңыздар, өзгертетін боламын. Және де бұл тарифтер, яғни бұл сабақты ақылы сабақ, бұл Instagram парақшасынан бөлек, Telegramда жүретін болады. Мүмкін WhatsAppта қосылуы мүмкін. Бұл мақсаты, бұл ашқан ақылы сабақтан ашқандағы мақсатым, бұл маған да мотивация, сізге де мотивация беру мақсатында осындай тарифтер сізге ұсындым. Сабақ аптасына 1 рет болады, үй жұмыстары беріледі, әр аптада тест болады, яғни айына 4 рет тест болады. Сол тесттің қорытындысы бойынша 1 айдың результаты шығады. Егер результатыңыз жақсы болса, келесі деңгейге өтесіз, сый-сияпаттармен қауышасыз. Сайтымыз бар, қарап шығыңыз ұнаса. Сыйлықтарымыз бар, жаңаға тесттен жоғары балл алғандарға.
Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Арылбек. Барша шынайы